18.000 ғаламтор. Тарзан, Маугли туралы мультфильмдерді баршаңыз көрген боларсыздар. Тым болмағанда осы жабайы жағдайда жануарлармен бірге өскен кейіпкерлер туралы естігеніңіз бар шығар. Бәріміз әдетте мұны жай ғана ертегілер, фильм немесе аңыз ретінде қабылдағанбыз. Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Егер мен сізге бұл аңыз әңгімелер шынайы өмірде орын алған деп айтсам, сенесіз бе? Маугли синдромы. Бұл термин жануарлар тәрбиелеген балаларға қатысты қолданылады. Олардың көпшілігі сөйлей алмай, төрт аяқпен жүріп, қарапайым тұрмыстық іс-әрекеттерді білмейді. Астық қасықпен жеу, киімді пайдалану және гигиена. Мұндай балаларға айтарлықтай күрделі бейімделу қажет. Бірақ бәрі де оны ойдағыдай өтпейді. Қос бала. 2008 жыл. 2008 жылы әлеуметтік қызметкерлер Ваняны тапқан кезде ол 7 жаста еді. Ол кезде бала Волгоградтағы кішкентай пәтердің қабырғасынан ешқашан кетпеген. Ол үлкен әлемнің бар екенін де білмейтін. Өйткені ешқашан көшеде де болған емес. Ал оның жалғыз қарым-қатынас жолдастары екі ұзын құйрықты тоты құс, бір қоян және аквариумдағы бірнеше балық болды. Адамдардың ішінен ол анасын ғана көрді. Анасы оны кейде аз уақытқа қарап кететін еді. Анасы ешқашан ұлына зорлық-зомбылық жасамаған. Оны үнемі тамақтандырып, бірақ ешқашан дерлік онымен сөйлеспеген. Оның балаға деген көзқарасы үй жануарларындағыдай болды. Ересек бала құстардың мінез құлқын көшіре бастады және шыбырлауды үйренді. Қамқорлық органдары Ваняны пәтерден алып кеткенде, оның іс-әрекеті бір түрлі болды. Қолын құстың қанатындай қимылдатып отырды. Толқудан ол иықтарын кең жайып, құстар секілді қолдарын белсенді түрде қаға бастады. Сот талқылау кезінде құс баланың анасы баласының даму ерекшеліктерін көрмейтінін айтты. Бірақ тез арада баладан бас тарту құжатына қол қойды. Ол онымен болып жатқан оқиғаларды анасының ата-анасы қайтыс болғанына байланысты отбасы бастан кешірген күйзеліске жатқызған. Қазір Ваняның жағдайын әлі де мамандар бақылауда. Жас баланың тағдыры не болғаны белгісіз. Қасқыр қыз. 1845 жыл. Бұл Маугли балалар туралы ең шулы әңгімелердің бірі. Онда не шындық, не қалалық аңыз екені әлі де белгісіз. 1845 жылы Мексиканың Сан-Фелипе қаласының шетінде тұрғындар жайылатын ешкілерді аулайтын қасқырлар тобын байқайды. Алыстан қарағанда жыртқыштардың біреуі басқаларының өзгеше екені көрінді. Анығырақ қараған тұрғындар жыртқыш жануарлармен теңдей аулауға тырысып жүрген баланы байқайды. Кішкентай қыз төрт аяқтап ептілікпен жүгіріп келе жатты. Адамдар жануарларға жақындауға әрекет жасағанда үйір қашып кетті. Бірақ қыз тағы да бірнеше рет жергілікті тұрғындардың көзіне түсті. Бір жылдан кейін бала қолға түсті. Ол қыздың тырнақтары аңдардың тырнақтарындай қайрап қойғандай. Ал тістері өткір азу тістеріне тірелгеніне таңғалды. Ол сөйлеуді білмей үнемі қасқыр секілді ұлый берді. Бірақ адамдар балаға көмектесуге үлгермеді. Оның қалай болғаны белгісіз, бірақ қыз қашып кетті. Содан бері мексикалықтар тағы бірнеше жыл жабайы қызды кездейсоқ кездестірді. Ол қала маңындағы жануарларды аулап, шикі ет жеген. Жыртқыштар тобында өскен қызға Лобо деген ат берілген. Солтүстік Америкада кішкентай сұр қасқырдың кіші түрі осылай аталады. Лобоның тағдыры қалай болғаны белгісіз. Аңыз бойынша адамдар қызды соңғы рет екі кішкентай бөлтіріктермен көрген. Болжам бойынша ол сол үйірді басқарған. Тауық баласы. 1978 жыл. Фиджи аралдарының бірінде Суджи есімді бала тұрмысы нашар кедей отбасында дүниеге келген. Оның ата-анасы баланың тәрбиесі мен дамуына көп мән бермейтін. Сондықтан олар оны үй құстарымен бірге күн сайын тауық қорасына қамап отырды.
Ол жерде бала бос уақытын ұйықтап, тамақтанып, ойнап өткізген. Мұның қашан болғаны ресми түрде белгісіз. Бірақ баланың ата-анасы қайтыс болды. Баланың қамқоршысы оның атасы болды. Ол Суджитті тауық қорасынан мүлдем шығармауды шешті. Жергілікті тұрғындар оны жолда тауып алған кезде қамқоршылық органдары баланың бар екенін білген. Бала 8 жаста еді. Ол қолдарын қанат секілді желбіретіп, қатты тауық секілді дауыстады. Бала оңалту орталығына жеткізілді. Бірақ ол ұзақ уақыт бойы құс сияқты іс-әрекет жасап жүрді. Әрдайым саусақтарын бүгіп, тілдерін үнемі сілкіп, қолының көмегінсіз тек суық күйінде ғана тамақ ішіп жүрді. Сөзбе-сөз айтқанда, ол тамақты құс секілді шұқып отырды. Баланың бейімделуі баяу және сәтсіз болды. Агрессивті мінез құлықтан ол өмірінің 20 жылын арнайы мекемеде өткізді. Осы оқиғалардан кейін сізді тек бір ғана сұрақ қызықтыруы мүмкін. Маугли синдромы, яғни жануарлар арасында өскен жабайы балалар емделіп, адам өміріне қайта оралу мүмкіндігі бар ма? Келесі оқиғадан кейін осы сұраққа міндетті түрде оралатын боламыз. Әдетте бізге кино, мультфильмдерде Маугли, Тарзан секілді кейіпкерлерді жабайы болса да сүйкімді етіп көрсеткен. Бірақ шынайы өмірде жабайы өскен балдардың кейпі мүлдем басқа. 1867 жылы ақпанда бір топ аңшылар Үндістанның Бұланд-Шахар қаласындағы қалың джунгли арқылы өтіп бара жатқанда, олар үңгірге кіріп жатқан қасқырлар тобын байқаған. Ол кезде өңір қасқырлардың шабылуына жиі ұшыраған еді. Аңшылар бұл мүмкіндікті қолдан жібермеді. Олар қасқырлардың үңгір үйіндісінің аузын өртеп, түтін арқылы оларды сыртқа қашырып шығаруға мүмкіндік беретін жоспар әзірледі. Жоспар жүзеге асты. Көп ұзамай қасқырлар ашық жерге жүгіріп шықты. Қарулы адамдар оларды бірінен соң бірін қырып жойып жіберді. Бірақ кейінірек олар үңгірден тағы бір жаратылысты тапты. Ол үңгірдің қараңғы түнегінен шығып, аңшыларға қарай сүйретіліп келе жатты. Аңшылар оқ атқысы келді, бірақ кенеттен оның қасқыр емес екенін түсінді. Ол адам еді. Үңгірден оларға шамамен 6 жастағы кішкентай бала секіріп шықты. Ол 4 аяқпен қозғалып, аңшыларға жануардай ырылдап жатты. Балаға жақындау мүмкін болмады. Ол қасқырлар сияқты ызалы еді. Ол өзіне жақындаған кез келген адамды тістемек болды. Бірақ аңшылар баланы тыныштандырып, оны Агра қаласындағы Сикандра миссиясының баспанасына жеткізді. Онда оған Дина Саничар деген ат берілді. Жергілікті диалект бойынша Саничар деген жексенбіні білдіреді. Бұл оны баспанаға алып келген күн болатын. Бала сөйлей алмады. 4 аяқпен жүріп, ырылдап ұлый берді. Балалар үйінде бала жетім қалып, қасқырлармен бір отбасы болған деген шешімге келді. Пана Саничар үшін қолынан келгеннің бәрін жасады. Бірақ оларға өздерінің қалыпты өмір салтына кейбір түзетулер енгізуге тура келді. Біріншіден, бала бастапқыда киімдерін киюден мүлдем бас тартып, оны киіп алған сайын денесінен жұлып, тырнағымен жыртып отырды. Ол шеке еттен басқа ештеңе жеген жоқ. Ол тістерін сүйекке қайрап, және күлкі немесе жымию сияқты қалыпты адамның эмоциялық көрінісінің мүлдем ешқандай белгісін көрсетпеді. Миссионерлер қаншалықты тырысса да, олар Саничарды сөйлеуге үйрете алмады. Ал ол ақыл-ой белгілерін көрсеткен болса да, қарапайым сөздерді де түсіне алмады. Оған қоса адамдармен қарым-қатынасқа барғысы келмеді. Уақыт өте келе оның агрессиясы басылып, көбінесе мойынсұнғыш бола бастады. Болашақта тек бір ғана рет адаммен қарым-қатынас жасай алды. Ол сол баспанаға әкелінген тағы бір өзі сияқты жабайы бала еді. Олар тез достасып кетті. Саничар тіпті досына кесені қалай қолдануды үйретті. Жолдасы белгісіз себептермен қайтыс болғанда, Саничар ұзақ күйзеліске түсті. Сол сәтте ол алғаш рет адамның эмоциясын көрсетті. Миссионерлері бұл баланы адам болуға үйретуге тырысты. Бірақ прогресс баяу болды. Тіпті кейде мүлдем болмады. Ақырында олар оған адамның мінез құлқын үйретті. Мысалы,
ол тамақты тарелкадан жеуді үйренді. Олар оны мәжбүрлеп болса да киім кигізіп, тура жүргізді. 20 жылға жуық уақыт ішінде Санычар адамдар арасында шикі ет тұтынудан бас тартқан жоқ. Бірақ кейде арасында қайнатылған тамақты жеген. Ол ешқашанда сөйлеуді, оқуды және жазуды сол күйі үйренген жоқ. Бірақ кейбір қарапайым сөздерді түсінетін. Және адамның бір әдетіне бейім болды. Темекі тартуды ұнатып, кәдімгідей темекі шегушіге айналды. Санычар әйгілі жазушы Редиард Киплингтің «Джунгли» кітабы шығармасындағы «Маугли прототипі» деген пікір кең тараған. Оны да Үндістан ормандарында қасқырлар өсірген. Бәлкім жазушы осы оқиға арқылы шабыт алған болар. Санычар бүкіл өмірін осы баспанада өткізіп, 29 жасында туберкулездан қайтыс болды. Ал енді жабайы адам қайта адам қалпына келу сұрағына оралсақ. Әр жылда, әр уақытта әлемнің түкпірінде аңдар арасында өскен жабайы балдар табылған. Бірақ оларға көмек бермек болған адамдардың тырысқанына қарамастан, олардың ешқайсысы толығымен адам өміріне қайта алмаған. Ғалымдардың айтуынша, адам баласының ең алғашқы 5 жылы, яғни туылғаннан 5 жасына дейінгі уақыт ең маңызды болып табылады. Сол уақыт ішінде бала көп нәрсені көріп, біліп үйрене қалыптаса бастайды. Ал егер сол уақытты өткізіп алса, онда болашақта адами тұрғыда өсіп жетілу жағынан қалып қоюы қатері бар. Әсіресе сол уақытта бала аңдар арасында жабайы түрде өсіп тәрбиеленсе. Бұл жағдайда бала адами өмірге, тілге, анығырақ жануар тілінен адам тіліне қайта оралуы мүмкін емес. Ол тек өзі өскен аңдар ортасындағы тілді ғана еркін түсінеді. Бірақ адамдардікі оған мүлдем түсініксіз бөтен болып көрінеді. Олар үшін ол басқа шет тілі секілді. Басқа тіршілік иелерінің тілі. Адамдар сияқты басқа шет мемлекеттің тілдерін үйренгендерімен салыстыруға келмейді. Бұл мүлдем басқа өзге әлем.